Білесіздер ме? Білеміз. Жарайсыздар. Ендеше бүгін біздер хан талапай ойынын ойнаймыз. Балалар, қараңыздаршы. Бұл не? Асық. Бұл асық бізде хан асығы деп аталады. Қазір балалар асықтың 4 жағымен танысамыз. Қараңыздар. Бұл бізде алшы, тәйкі, бүк, және шік. Асықтың неше жағы бар екен, балалар? 4 жағы бар екен. Жарайсыңдар. Қане қайталайықшы. Алшы, тәйкі, бүк, және шік. Жарайсыздар. Неше ойынымызды бастайық, иә? Азырмен талапай басталды ойын алақай деп жақтырған кезде талапай деп асықтарды жинап аламыз. Кімге хан асығы түседі, сол ойынды бастайды. Қане, талапай басталды ойын алақай. Талапай деп аламыз. Енді балалар, хан асығы бізде Алтайырға түскен екен, иә? Алтайыр ойынды бастайды. Қалғандарымыз асықты 5-5-тен бөліп аламыз. Балаларымызбен қанталапай ойнайтын боламыз. Қанталапай ойнау үшін бірінші ортада төреші асықтардың бәрін қолына жинап шашатын болады. Асығымыз әлшістен тұрса, яғни қанталапай болады. Балдарымыз асықтың бәрін жинап алуға тырысатын болады. Ал, балдар дайынбыз ба? Қанталапайды бастаймыз. Ал, 1, 2, 3, кетті! Ал, енді қараңыздар. Енді кімде көп асық санаймыз? Кімде көп асық санаймыз? 9 асық екен. Сенде 3 асық екен, е? Сенде 3 асық, сенде 3. Сенде? Ай, молодец. Баламызда 9 асық екен. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені, біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 8 қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшақын туыс бауыр ағайын. Шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері мол болайын. Біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір. Үлкенге де кішіге